Сәлем құрметті тыңдарман. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Рахмет. Мен 2 жаста болғанда анам әкеммен ажырасқан екен. Содан кейін әкем мені іздеп келген емес. Анам да ештеңе айтпайды. Үйде суреті де қалмаған. Сондықтан өз туған әкем жайлы ештеңе білмеймін. Қайда тұратынын да хабарым жоқ. Мен 4-ші сынып оқып жүргенде анам 2-ші рет тұрмыс құрды. Өгей әкем анамнан 3 жас кіші. Бірақ анам ол кісіден бала көтермеді. Өгей әкемнің аты Мади. Негізі Мади ағаның бұрынғы әйелінде 2 баласы қалған екен. Көңілімнің түкпірінде әкеге деген сағыныш тұнып тұрған ба, Мади ағаны алғашқы күннен жақсы көріп кеттім. Ол да маған әртүрлі ойыншықтар әперіп, үнемі қыдыртатын. Бар еркелігімді көтеріп, туған әкемдей қамқорлық жасап жүретін. Арқасына мініп алсам да ренжімейтін. Тіпті анамнан гөрі Мади ағамен көбірек сырласатынмын. Былтыр мектеп бітіріп колледжге түстім. Мен мектеп бітіргеннен бастап Мади ағаның маған деген көзқарасы өзгере бастады. Былтыр мектеп бітіру кешінен кейін Мади аға машинасымен мені үйге алып қайтуға келді. Көліктің алдыңғы орындығына отырған соң құттықтаймын деп иығымнан құшақтап өзіне тартты. Мен әдеттегідей бетімнен сүйгелі жатыр екен ғой деп бетімді тостым. Бірақ ол күтпеген жерден ернімнен сүйе бастады. Кеудесінен итеріп босанбақ болып едім. 2 қолымен қапсыра құшақтап жібермей зорлап сүйе берді. Қарулы қолдары қозғалуға шамамды келтірмеді. Әлден уақытта барып өзі босатты. Мұныңыз не деп жылап жібердім. Кешір, шайтан түртті. Маған не көрінгенін өзімде ұқпай отырмын. Кешір, тек жыламашы, құлың болайын. Мені қара басты деп өлердегі сөзін айтып кешірім сұрады. Мұндай жағдай қайталанбайды. Тек Гүлімге айтпашы деп жалынды. Гүлім анамның аты. Жалынышты сөздері сенімді шықты ма? Мен жарайды деп кешірдім. Бірақ Мади ағаның қылығы онымен тоқталмады. Сол жағдайдан кейін ол маған бұрынғыдай қызым деп емес, әйел адам деп көзбен ішіп жеп қарайтын болды. Соны сезген соң, одан бойымды аулақ ұстауға тырыстым. Анам түнгі кезекшілікте болған күні бөлменің есігін іштен құлыптап алып шықпай отырам. Мади ағамен бұрынғыдай бірге отырып кино көру, оны талқылау деген жоқ. Солай арадан 2 айдай уақыт өтті. Көңілдегі реніш табы да қайтқан секілді. Бір күні кешкі мезгілде Мади аға анам үшеуміз теледидар көріп отырдық. Комедия жанрындағы кино болып жатты. Сол кезде арамызда қалжыңдасу басталып кетті. Мади аға анамды қытықтап күлдірді, анам мені. Бұрынғы әдетіміз бойынша енді мен Мади ағаны қытықтауым керек. Мен тосылып қалдым. Ойында ештеңе жоқ анам, Мади ағаңды қытықтасайшы деді. Анам бірдеңені сезіп қалмасын деген ой келді ме, жоқ әлде анамның сөзі түрткі болды ма, Мади ағаны қытықтай бастадым. Сол күні кеш көңілді болды. Содан бастап Мади ағадан қорқуды қойдым. Анам кешкі кезекшілікте болғанда бұрынғыдай бөлмеге тығылып алмай, бірге теледидар қарайтын болдық. Арада 15-20 күн өтті. Сол күні анам кешкі кезекшілікте қалған еді. Кешкі уақытта Малик ағамен бірге теледидардан махаббат туралы кино қарап отырғанбыз. Бір кезде кейіпкер қыз бен жігіт сүйісті. Киноға беріліп кетіп, Мади ағаның қасыма қалай келіп қалғанында байқамай қалыппын. Әй шай жоқ, бас салып сүйе бастады. Көтпеген жерден бас салғанда қарсылық та көрсете алмай қалдым. Орнымнан тұрып кетуге шамам жетпеді. Құшақтап астына басып алды. Қойыңыз, мұныңыз не? Мен сіздің қызыңызбын ғой, деп жалынғаннан басқа амалым қалмады. Бірақ менің сөзімді тыңдап жатқан ол жоқ. Бір кезде киімімді шешуге талпынды. Қатты қорқып кеттім. Мамаға айтам, қазір шыңғырам деген кезде барып босатты. Бірақ қолымнан ұстап жібермей кешірім сұрай бастады. Оның сөзінің бірін естісем, бірін құлаққа кіріп жатқан жоқ. Қолымды жіберіңіз деп ашуландым. Кешірдім десең жіберем деп қолымды қатты қысып ұстап алған. Қазір көмектесіңдер деп шыңғырам деген соң ғана қолымды босатты. Босатқан бойда бөлмеге кіріп,
есікті құлыптап алып түннің бір уақытына дейін жылап жатып ұйықтап кетіппін. Ертеңінде анам жұмыстан келмей жатып, мен сабаққа кетіп қалдым. Түнімен жылап, көзім ісіп кеткен болу керек, құрбыларымның бәрі не болды деп сұраумен болды. Оларға жай дегеннен өзге ештеңе айтпадым. Не деп айтам? Қалай айтам? Анама айтсам деп ойладым. Бірақ екеуінің арасына түскендей болмаймын ба деген сауал мазалады. Ал мен ол сауалға нақты жауап таба алмадым. Мадияға бұл қылығын қояр. Сондықтан қазірше анама айтпай тұрайын деп шештім. Мадияға мен екеуміздің бұрынғыдай қалжыңдасып, алысып жұлысып ойнайтын әдетіміз сап тыйылды. Әрине анам мұны байқады. Бір күні неге Мадияғаңмен қалжыңдасып, алысып ойнауды қойғансың деп сұрады. Мен шындықты жасырып, енді бойжеткен қыз болдым, ұят болады ғой дедім. Менің сөзіме шынымен сенді ме? Анам да оның дұрыс деді. Одан әрі ол жайлы мен де анам да сөз қозғамадық. Әңгіме сол жерден аяқталды. Одан кейін Мадияға ессіз қылығын қойған сияқты еді, бірақ олай болмай шықты. Осы 8 наурыз мерекесі қарсаңында, нақты айтқанда 6 наурыз күні анам түнгі кезекшілікте болды. Мамам үйде болмаған соң, кешкі жұмыстан келген Мадияға тамағын бердім. Шай үстінде Мадияға мынау мерекелік сыйлығым, істеген ісімнің кешірімі деп қалтасынан алтын жүзік алып шықты. Мен рахмет, бірақ ешқандай сыйлықтың керегі жоқ деп алмадым. Алмасаң кешірмегенің, алсаң кешіргенің. Кешірсең енді ондай ақымақтықты қайталамауға анамның ақ сүтімен ант етемін деді. Анасының ақ сүтімен ант етіп отырған соң жарайды деп сыйлығын алдым. Ол бетімнен сүйді. Қорқып тұрғам, бірақ бөтен әрекетке бармады. Сонан соң алтын сырғаны көрсетіп, мынаны мамаңа алдым, ұнай ма деп сұрады. Әдемі екен, ұнайтынын айттым. Анам үшін қуанып қалдым. Бірақ ол кезде ол қуанышты сезімнің түнге дейін ғана ұласатынын қайдан білейін. Бөлмеге кіріп, ұялы телефонмен ойнап жатып ұйықтап кетіппін. Шамасы есікті іштен құлыптауды ұмытқан болуым керек. Біреудің омырауымды сипағанын сезіп шошып ояндым. Қасымда Мадияға отыр. Мұнда не істеп отырсыз, шығыңыз дедім. Сөйтсем, бағанағы мамаңа алдым деп көрсеткен сырғасын ұсынып, мен сені жақсы көрем. Я десең, мына сырғаны да саған тарту етем. Екеуміздің арамыздағы жағдайды ешкімде білмейтін болады деп бөсіп отыр. Бағанағы жүзігін саусағымнан шешіп, мынауыңызды алыңыз, сізден маған ештеңе қажет емес. Ертең бәрін мамама айтам дедім. Ол сәл үнсіз отырды да, мен сені сүйіп қалдым деп бас салып сүйе бастады. Қанша арпалысқанымызды білмеймін, әйтеуір біраз уақыт аймалап сүюмен болды. Құдай сақтап шешіндіруге талпынбады. Әлден уақытта барып үстімнен түсіп, бөлмеден шығып кетті. Мен жүгіріп барып есікті ішінен құлыптап алдым. Ертеңінде анам кезекшіліктен келгенде Мадияға жұмысқа кеткен еді. Оңаша қалған соң анама Мадияғаның қылықтарын айттым. Анам мүмкін емес деп менің айтқандарыма сене қоймады. Кешке Мадияға келген соң анам әңгіме бастады. Бірақ Мадияға мені кінәлап шыға келді. Анама келген алтын сырғаны маған сыйласаң сендік болам деп өзім мойныма асылды. Егер көнбесең, анама маған тиісті деп айтам деп мені арандатпақшы болды дегенде төбемнен жай түскендей болды. Ең сорақысы анам менің емес, оның сөзіне сеніп, қызым-ау, қалай ғана сондайға бардың деп жылап жіберді. Анашым ол өтірік айтып отыр, маған сеніңіз деген сөзіме илана қоймады. Сол күннен бастап анам екеуміздің арамыз алшақтай бастады. Күннен күнге жат болып бара жатқан сияқтымыз. Енді не істерге білмей басым қатып жүрмін. Анам райынан қатпай, бұдан былай да мені кінәласа қайтем. Өгей әкем қылығын қайта бастаса не істеймін? Өкінішке ұрынбас үшін үйден кеткенім дұрыс па? Қандай кеңес бересіздер?